Кальмар ойыны. Instagram, TikTok, YouTube'қа кірсең болды, осы телекегай жайында посттар мен видеолар толып кеткенін бәріміз байқаған болармыз. Сонымен, бұл телекегай жайында естімедім, білмедім дегендерге қысқаша бар. Кальмар ойыны оңтүстік Кореяның туындысы, әлемнің 90-нан астам елінде, Netflix'тің топ 10 рейтингінде бірінші орында. Қысқасын айтқанда, Игра престолов далада қалды. Жетістік деген не деген сұрақты Хван До Хёктан сұра деген осы шығар. Аты шулы телехикаяның құпиясы неде? Ендеше осыны бірге анықтайық. Кеттік. Каждый из присутствующих здесь находится в ужасном финансовом кризисе. У каждого есть долг, с которым вы не рассчитаетесь. Қысқаша сюжетті айта кетейік. Өмірде қарызға белшесінен батқан 456 адам ешкім білмейтін жұмбақ ойынға шақырту алып, белгісіз аралға түседі. Онда олар балалардың күнделікті ойынын ойнайды. Әр қатысушының өмірі белгілі бір мөлшерде бағаланады. Тірі қалған жеңімпаз қорда жиналған ақшаны толық алады. Ең соңғы 6-шы ойын Кальмар ойыны деп аталады. Режиссердің айтуынша, бұл туынды оның ойында 10 жыл бұрын пайда болған екен. Алайда ол кезде айтарлықтай жобаға ешкім сенбеді. Сөйтіп жүргенде жоба ұмытылып кетті. Ол ма? Тіпті Netflix'тің өзі бұл жобаға айтарлықтай үміт артпаған. Алайда бәрі керісінше болып шықты. Айта кететін жайт, туындының авторы Хван До Хёк 2008 жылы фильмдегі кейіпкерлер сияқты қарызға белшесінен батқан екен. Телехикаяның 2 бөлімін жазу үшін 6 ай уақыт кетті дейді ол. Құрметті көрермен, егер бұл видео сізге ұнап жатырса, пауза басып, лайк басып жіберіңіз. Лайк бізге мотивация, шабыт, энергия. В общем, сол жалғастырамыз. Фильмнің ерекшеліктерінің бірі, картина жарқын түстерге толы. Әсіресе жасыл және қызғылт түс көзге түседі. Ойын қатысушылардың киімі жасыл болса, жұмысшылар, менеджерлер, солдаттар қызғылт түсті комбинезон киеді. Одан бөлек оларда маска бар. Нақтырақ айтсақ 3 маска. Дөңгелек жұмысшы, 3 бұрыш солдат, 4 бұрыш менеджер дегенді білдіреді. Айтпақшы, сізді таң қалдыратын қызықты деректі айтайын. Барлық ойындардың бейнесі әуелде жарда салынып тұр екен. Темір терсектерден алғашқы серияларда суреттер қатты байқалмады. Бірақ адамдар саны азайған сайын әр ойынның суреті анық көріне бастады. Тағы бір қызық дерек, ең алғашқы ойында расымен де түсірілім алаңында 456 адам болған. Тіпті кейбір декорациялар арнайы жасалған. Графика жоқтың қасы. Ух ты! Вы первым сюда попали? А я последним. Я это все знаю. Телехикаядағы нөмірі бірінші қатысушы Чота Нито адам екені 2-ші серияда байқалды. Оған қоса оның аты О Илнам, кәріс тілінен аударғанда бірінші адам дегенді білдіреді. По поводу гостей. Примешь их за меня. Жоба авторының шеберлігіне әлемнің киносыншылары тәнті болды. Бұл туындыда ақша немесе ойын емес, кейіпкерлердің өзгеруі, тіпті кешегі достың бір-біріне қарсы шығуы. В общем, фильм эмоцияға толы. Доверься мне снова, и мы выберемся. Хорошо, что же нам делать? Мысалы, 218-ші қатысушы бірінші бөлімнен бастап-ақ 199-ші қатысушыға көмектесіп, қолдап жүреді. Бірақ өкінішке орай, соңғы ойындардың бірінде оны алдап кетеді. Игрок 158 выбыл. Айтпақшы, актерлар өз рөлдерін жақсы алып шыққан. 2 кейіпкерді атап кеткен жөн. Кореяның топ моделі Чон Хойон бұрын соңды киноға түспесе де, солтүстік кореялық Кан Субёктың образын жақсы ойнады. 혼자 개폼 잡지 말고 다시 던지라고!
Ал ең есте қалған кейіпкердің бірі Чан Док Су, немесе 101-ші ойыншы, көрермендерге түрлі эмоция сыйлады. Чан Док Су сериалдағы ең жаман адам. Тіпті өмірде де сондай дөрекі адамға ұқсайды. Алайда күнделікті өмірде актер Хо Сон Хе өте сыпайы, мінезі жұмсақ адам екен. Разрешите представиться, меня зовут Хосон Хе, я корейский актер. Я не такого плохого человека. Не бойтесь меня, я не причиняю людям вреда. Ойын аяқталды. 456-шы қатысушы Кихун жеңіске жетіп, $40 миллион мен күнделікті өмірге оралды. Үйіне барса, анасының қайтыс болғанын көреді. Адамдардың қатыгездігін көрген ол, жеңген ақшасына қол тегізбейді. Оның көз алдында өз өмірлерін ойынға тіккен 455 адам ажал құшты. Бәрінің арманы ақша еді. Бірақ жеңіске жеткен Кихун үшін жеңіл жолмен келген ақшаның құны болмады. Кәріс ағайындарымыз кино түсіріп білетінін бұрыннан білеміз. Хван До Хёк көрерменнің көкейіне бірнеше сұрақ қалдырды. Бұл ойын алаңын кім құрды? Ұйымдастырушы кім? Және ең маңызды сұрақ: неге Кихун шашын қызылға бояп алды? Жақсылар, бүгінге осы. Біздің каналға тіркеліп, шын жүректен лайк басып жіберуді ұмытпаңыздар. Қызықтың бәрі алда. Сол себепті көріскенше қош сау болыңыздар.